Ел басқару жүйесін өзгерту керек. Біздің мемлекетке жаңашылдық керек деп жүргендер үшін керемет жаңалық. Өзіміз білеміз, Астана қаласында қазір Digital Bridge жиыны өтіп жатыр. Бұл жерде еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сөз сөйледі, иә. Оның айтуы бойынша бізге Қазақстанға жасанды интеллектті жақсылап қолданып, біздің елімізді 3 жылда бүкіл жағынан цифрландыру керек деді. Бұл жасанды интеллектті дамытуымыздың басты бір себебі ел басқаруға новшество, яғни айтқанда жаңашылдық орнайды деді. Ал бірақ жасанды интеллектті соғысқа, басқаға, қару-жараққа емес, халықты дамытуға, мемлекетімізді көркейтуге қолдануымыз керек деді да президентіміз. Және Қазақстанда әлемде болмаған жасанды интеллектті зерттеу университеті ашылады екен. Өздеріңіз ойлаңыздар, керемет емес пе? Біз Қазақстан әлемде осы жасанды интеллект университетін ашатын ең алғашқы ел боламыз. Бұл керемет жаңалық, бұл президентіміздің баяндамасы. Жалпы айтқанда ол жаққа кәдімгі оқуға түсесің, оқисың, өзіңнің дипломыңды алғаннан кейін елің үшін керекті дүниелер жасап шығасың. Осы жасанды интеллект бойынша сөйтіп халқыңды дамытасың. Жалпы айтқанда Қазақстан қазір білеміз, цифровизацияда алдыңғы қатардағы ел екен. Сондықтан жасанды интеллектпен ары қарай не болатыны маған қызық болып тұр.